Осы Иран Ислам Республикасымен сауда-саттық пен алыс-берістің қыза түсетін түрі бар. Санкцияның салқынынан енді ғана бас көтеріп жатқан ирандықтар қазақстандық бизнесмендермен серіктесуге ерекше құлшыныс білдіріп отыр. Оған бәйтерек ұлттық холдингі Тегеранда ұйымдастырған Қазақ-Иран бизнес форумына мың шақты парсы кәсіпкерлерінің келуі дәлел. Әрине, Қазақстан санкциялардың кесірінен Ираннан теріс айналған емес, керісінше санкцияның сеңі жібігенше келіссөздер жүргізіп келді. Тегераннан әріптесім Индира Жылқайдарова әңгімелейді. Талай жыл тегеуріні тежеліп келген Иранның жаңа тынысы ашылғандай. Санкциялардың шеңгелінен босаған Ислам Республикасына Қазақстан бизнес қауымдастығының ТМД елдері ішінде бірінші болып сапар шеккені үшін олар да қуанышты. 2 күндік сапар аясында Қазақ-Иран бизнес форумы және екі елдің іскерлер кеңесінің отырысы өтті. Сиыр қиымшақтыққа салынған ядролық бағдарлама дауы ақыры шешімін тауып, шетелдік кәсіпкерлерден жабырқап қалған ирандықтар байланысын енді қайта жандандыра түспек. Бірақ санкциялардың салдары Қазақстан мен Иранның ара қатынасын осыншама алшақтата қойған жоқ. Дегенмен бизнес жобалары бойынша халықаралық төлемнің жабылып, біршама кедергі болғаны рас. Бизнес форумға 200-ге жуық қазақстандық кәсіпкер келді. Ал парсы елі тарапынан 500-дей бизнесмен қатысады деп жоспарланған. Алайда жиынға мың шақты ирандық кәсіп иесі жиналды. Заллық толы болды. Әлхамдулилласымен сөз бастаған Иран сауда өнеркәсібі мен кеншілер министрі Мухаммед Реза Немадзаде қазақстандық кәсіпкерлердің бұл қадамын жақсырымға балады. Бірден SWIFT жүйесі ашыла сала мұнай алмасу қайта жаңғыратынын атап өтіп, біздің бизнес өкілдерін Иранның оңтүстігіндегі Парсы шығанағында порттардың құрылысына инвестиция салуға шақырды. Екі елдің серіктестігі үшін жаңа мүмкіндіктер ашылады деген сенімдемін. Автокөлік жолдары, темір жол және көлік коммуникациялар саласында біраз жетістіктеріміз бар. Біз бұрын Каспийден Қазақстан мұнайын тасымалдағанбыз. Кейін халықаралық санкциялардың салдарынан бұл ретте проблемалар туындаған болатын. Ал қазіргі жағдайда екі елдің тауар айналымы алыс-берісі нығая түсуі тиіс. Енді халықаралық төлем жүйесі ашылуы тиіс. Осы реттегі мәселелерді бір жақты ету үшін қазақстандық 6 банктың өкілі форумға арнайы келді. Инвестициялар және дамыту министрі Әсет Исекешев болса, ауыл шаруашылығы, машина жасау саласында серіктесуге шақырып, тіпті Иран Қазақстанда халал өнімдерін өндіретін кәсіпорын ашса деген тілегін де білдірді. Бәйтерек ұлттық холдингінің төрағасы Қуандық Бишімбаев Қазақстанның инвестор ретіндегі әлеуетін айтып өтті. Сегодня мы можем вполне Қазақстанда жұмыс жасай отырып сіздер, ирандықтар, өз өнімдеріңізді Ресей, Орталық Азия, Батыс Қытай нарығына жөнелте аласыздар. Біз ирандық әріптестерімізді Қазақстанды барлық жобаларға кез келген жағдайда қолдау көрсететін сенімді серіктес ретінде қарастыруға шақырамыз. Бизнес форумда Иран ұлттық дамыту қоры мен Бәйтерек ұлттық холдинг арасында серіктестік жөнінде меморандум бекіді. Қос тарап бірлескен инвестициялық қор құруға уағдаласты. Ирандықтар бірнеше салаға қаржы құюға мүдделі. Мәселен, ірі Иран Ойл компаниясы Қазақстанның батыс өңірі Маңғыстау, Атырау облыстарында әлі игерілмеген кен орындарында геологиялық зерттеуге инвестиция салмақшы. Бәрі сәтті болса, көлемі 4-тен 8 миллиард долларға дейін жетуі мүмкін. Біз Қазақстанның батысынан мұнай іздеп зерттеу жүргізбек ойымыз бар. Бұрғылау скважиналары бәрі өзіміздікі. Кейін қара алтын табылып жатса, оның құнын қазақстандықтар дисконтталған мұнаймен өтей алады. Ас атасынан Иран біздің астықты бірнеше жыл тасымалдап келеді. Импорт көлемін арттырып, логистиканы жеңілдету мақсатында ирандық компаниялардың бірі Қостанай облысында элеватордың құрылысына инвестиция салуды көздейді. Сіздердегі астықтың сапасы керемет. Көрші елдермен салыстырғанда әлдеқайда таза. Қостанайда орнығып, бизнесімізді кеңейте түсеміз. Маған қазақстандық кәсіпкерлердің адалдығы ұнайды. Айтқан сөзінде тұрады. Парсы елі жылына 1,5 миллион тонна өсімдік майын тұтынады екен. Қазақстан күнбағыс майын Иранға жөнелту мәселесінде қарастырып жатыр. Сондай-ақ біздің ел Иранға жүк вагондары, локомотивтерді тасымалдайтын болды. Біз бұл жерден экспо көрмесіне қажетті бірсыпыра өнім алуымыз мүмкін. Себебі насос сұйықтықты бірден жинап алу және металлургияда, дәлірек айтқанда, бағалы металл өндіру технологияларына қызығушылық білдіріп отырмыз. Ұлттық чемпиондардың тағы бірі Алагеум электрик компаниясы отандық трансформаторлардың сапалы екенін дәлелдей алды. Енді Иран нарығына өтетін болады. Алдағы уақытта Қазақстанды таяу шығыс елдері, Ауғанстан, Пәкістан, Иракпен жалғайтын Иранды Ресей, Орталық Азиямен жақындататын теміржол логистикасынан бөлек жаңадан әуе рейстері ашылмақ. Биыл жазда Астана мен Тегеран арасында жаңадан әуе бағыттары жұмысын бастайтын болады.
Тағы бір айта кетерлігі, өткен жылы екі елдің тауар айналымы 1 миллиард долларды құрапты. Енді оның көлемі тағы да еселене түсеме деген үміт бар екі тарапта да. Индира Жылқайдарова, Абылайхан Сейілбек, қорытынды жаңалықтар, Иран астанасы Тегераннан.